Армысыздар, қадірменді ағайындар. Әрінен айтып бастауыртты демеңіздер, сіздерден әу бастан кешірім сұрайын. Бірақ өте келеңсіз жағдай болды. Бүгін маған балалар жіберіп, мен өзім біреудің YouTube каналын жеті қадағалап отырған адам емеспін. Бірақ Ержан Тұрғынбай мырзаның Ринат 200 деген сөзін неге айтқанын білмеймін. Жаныма батқан рас, бірақ жаңа өзімен де сөйлестім. Ол жерде айтылған сөздер өкінішке орай эфирден айта алмаймын. Себебі бұл эфирді балалар да көреді, жастар көреді. Айтқым келгені, біріншіден менің каналымның атынан біз былай да тексердік, ешқандай Ержан Тұрғынбайдың каналына жалобы түспеген. Оны өзіне де жібердім мен, видеосын бәрін. Неге ондай шешімге барып отырған бір Құдай біледі. Ол маған бірдеңе түсіндіргісі келді. Сен ұлттық қауіпсіздік комитеті сен поштаңыз взлом жасаған, сөйткен деген ол. Білмеймін, ондай болатын болса мен білуім керек. Бірақ оны да жақсы тексеремін өз жағымнан. Қазір бір таңғалатын жағдайым, осы сайлау тақаған сайын бізде үнемі оппозициялық күштер болсын, жалпы халықтың сөзін сөйлейтін адамдар бір-бірімен ырылдасып кетеді. Мен осыны түсінбеймін, неге екенін. Енді Ержан Тұрғынбай мырзаға бір ауыз өз атымнан айтайын. Ереке, жаңа ғана екеуміз сөйлестік. Мен сізді күні бүгінге дейін аға деп келген адаммын. Бірақ оған лайықты екеніңе күмәнім бар. Бір ауыз сөзім. Ереке, егер адамға ондай 200-ді анау-мынау деген сөздерді қолданбас бұрын, адамның қолында бір айғақ болу керек. Міне мынадан кейін айтам дейді. Менің сізден бір өтініп сұрайтсам, оны қабылдайсыз ба, қабылдамайсыз, тағы өзіңіз білесіз. Қазір сайлау науқанында өзі басы бірге алмай жатқан ағайынның арасына өтірік жала жауып адамға әңгіме тастауды қою керек секілді. Бұл менің саған жолдап отырған Ереке соңғы видеом. Мен бұдан кейін бұл әңгімені қозғап, егер ниет пиғылдарыңыз дұрыс емес болса, арылдасып сіздермен ойнап жүретін жағдайым жоқ. Сондықтан бұдан былай егер азамат екеніңіз, шынымен елді ойлап жүргеніңіз, ойбайды кеуде соғып жүргеніңіздің барлығы рас болатын болса, мен өз басым оған сенгім келеді. Мынау еркектің тірлігі емес, Ереке. Жарай ма? Өтірік айтпа бұдан былай.